Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай және ел тірегі елбасы акциясы аясында алда келе жатқан қала күніне орай осы қаламызда 4 аудан бойынша 1000-ға жуық отбасыға азық-түлік себеттерін таратып отырмыз. Мәселен айтатын болса, азық-түлік себеттерінің құрамында күнделікті пайдалануға жаратылған, мысалы, күріш, қант немесе ұн деген сияқты осында керекті азық-түліктер қарастырылған. Сондай-ақ бір отбасыға 50 килограммға жуық азық-түліктер себеттері берілетін болады. Яғни 1000 отбасыға жалпы жеткізетін көлемнің саны 50 000 килограмм, яғни 50 тоннаны құрады. Жалғыз басты анамын. Біз негіз дәл қазір тұрақты жұмысымыз жоқ. Қазір өзім студент оқимын. Осы жерде пәтерақы жалдап тұрамыз. Нұрсұлтан әкімшілігіне және Нұрсұлтан қаласының волонтерларына көп-көп рахмет айтамыз. Мынандай керемет акция болып жатыр екен. Мерекеге орай бұл дегеніңіз өте керемет. Көп балалы аналарға деген жаңағы кішкене болса да көмек деп білеміз. Қалалық акиматқа және волонтерларға көп-көп рахметімізді айтамыз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер.